Мағжан Жұмабаев, Шолпанның күнәсі, 2 бөлім. Сәрсенбай әңгімесінің арасында жай сөздің екпінімен балалы үй базар, баласыз үй мазар деген сөз ыбырасау дегенде Шолпанның басында жаңа бір ой жарқ ете түсті. 3 жылдан бері балам болмасын деген тілегінің қате болғанда да есалаң екендігі, бала болмаса екеуінің өмірінің қу мазарға айналатындығы еді. Араларындағы жалынды махаббаттың заманның озуымен бірге бірте-бірте май шамдай еріп сөнетіндігі, құшақтың ыстығы өмір бойы бір қалыпта тұрмайтындығы, екі жүйрік жүректің екпіні баяулаған кезде бір-бірінен жирендірмей, бір-біріне берік байлайтын бала екендігі, баланың ер мен әйел арасындағы дәнекер міне осы ойлардың бәрі сол сағатта ап-айқын боп Шолпанның көз алдына келді. Сәрсенбай балалардың тәтті қылықтарын күле сөйлеп, ұзақ әңгіме етіп айтты. Төсекте жатып, ол шын ынтасымен қарқ-қарқ күлгенде Шолпан да бірге күлді. Бірақ бұл күлген Шолпанның жаны емес, бет терісі ғана еді. Сәрсенбай манағы мақалды айтқаннан кейін Шолпанның сұңқардай ұшқыр жанын желдей есалаң жүрегіне қара жыландай қап-қара ойлар орап алып олай бастап еді. Түпсіз теңіздің қара-көк толқындарындай қап-қара ойлар бірінің артынан бірі келді. 3 жыл бойына созылған есалаң тілек, әлдеқайда алыста бұлдырлап келе жатқан кәрілік, көзінің оты сөніп, сұп-сұр күлге айналған күздей көңілсіз кәрілік, жанның қанатын қырқатын, жүректің отын сөндіретін кәрілік. Бала болмаса, сол кезде сөніп бар жатқан өмірге кім сәуле берер, кім оны жылытар? Бала болмаса, сол кезде ішіндегі дәні шіріп, кеуіп қалған шөптің қауызындай бос өмірдің кемтігін кім толтырар? Жоқ-ау, әлдеқайда алыстағы кәрілікті қоя тұрш, оған өмір не жетер, не жетпес, сол кәрілік жетпей-ақ осы күннің өзінде-ақ өмір босап қалайын деп тұрған жоқ па? Жаһанда онан күшті нәрсе жоқ деп иман келтірген махаббаттың күші ерімен екеуін бір-біріне берік байлауға 3 жылға ғана жетіп, енді өз-өзінен сөнейін деп тұрған жоқ па? Ессіз Шолпан 3 жыл бойына бала болмасын деп тіледі. Енді сол бала болмағандықтан ертегідей әдемі өмір қу мазарға айналайын деп тұрған жоқ па? Міне, Шолпанның жанында қара-көк теңіздің толқындарындай ұйтқыған ойлардың қорытындысы осы еді. Сәрсенбай әлдеқашан ұйқыға кетті. Бірақ Шолпан ана ойлармен уланып, кірпік қаққысы жоқ. Қыстың ұзын түні шайтанның шашындай ұзайғаннан ұзайды. Шолпанның ойлары да тереңдегеннен тереңдеп, қарайғаннан қарайды. Күн шығыстан ағарып алтын таң атып келе жатқанда, Шолпан болар-болмас күбірлеп, жасаған-ау, бала бере гөр деп, жас балаша өксігін баса алмай, жасағаннан бала сұрап жатыр еді. Осы түннен былай қарай Шолпанның бар тілегі бала болды. Жатса да, тұрса да, ояу болса да, ұйықтаса да, жасаған-ау, бала бере гөр деген тілекті Шолпанның не аузы, не жүрегі айтушы еді. Бірақ бірін-бірі қуалап, ай соңынан ай озды. Тілей-тілей тілек тозды. Соға-соға жүрек тозды. Тілек тозды, жүрек тозды, өмір тозды. Талай түндерде көзден емес, жүректен ыстық жас төкті. Сопы болды, ылғи дәрет алып таза жүрді, намаз оқыды. Күн сайын таң сібірлеп келе жатқанда-ақ тұрып сәждеге құлады. Тәсбиғын санап, Субханалла айтты. Бірақ бала болмады. Шолпан өзінің сопылық жолға түсу себебі бала екендігін ешкімге айтқан жоқ. Жанынан жақын ері Сәрсенбайға да айтқан жоқ. Сондықтан Шолпанның мынау мінезі Сәрсенбайға да, басқаларға да жат, оғаш көрінді. Жақыны да, жаты да күлісті, келемеш қылысты. Ой, сен пірадар болайын деп жүрсің бе? Деп күлетін болды Сәрсенбай. Ауыл-аймақ Шолпанға пірадар келін, пірадар жеңге, пірадар абысынымыз деп ат қойды. Үлкен де, құрбы да, балашаға да күлді. Бірақ Шолпан жүрегіндегі жараны ешкім ашқан жоқ. Ашқанбен олар ұғар ма еді?
Тегінде адамның жүрек сырын шеттің ұғуы мүмкін нәрсе емес қой. Теңіз терең емес, адамның жаны терең. Су түбінде жатқан зат жел толқытса ғана шықпақ. Ой түбінде жатқан сыр жер толқытса да шықпақ емес. Шықса шер мен сырдың көлеңкесі, сәулесі ғана шықпақ. Дүниеде адамнан қиын жұмбақ жоқ. Адам шешуі жоқ жұмбақ. Шешуі деп атауға болатын болса, адамның шешуі жалғыз өлім. Осы ойлар Шолпанның жанында таспиқтай тізілген ретті болмаса да, оның жаны соқыр сезіммен осы ойларға өзі барып тірелген еді. Әм Шолпанның жүрек жарасын ешкімге сездірмеске тырысуының себебі осы еді. Не керек, жақын жаттың ортасында жалғыз болды. Бітеу жара болды. Жалғыз өртенді, жалғыз жылады, дүниеден безді, сопы болды. Бала сұрады, қалайда бала болмады. Бала, сол бала үшін қандай ессіздік істемеді есті Шолпан. Ұшыраған молдадан дұға алып бақты. Аты естілген қожадан ішірткі жаздырып ішті. Көрінген сәлдеге үшкіртті. Шиқандай қып-қызыл бетті қожа бесті бұқадай суға қарап, тфу-тфу деп үшкіргенде, қожаның қасиетті лебі шетке бытырамай тура түгел ішіме барсын деп, жүзі бір қызарып, бір ағарып, бетін қожаның аузына тақап тосып отырушы еді Шолпан. Ылғи, көзім қарайып басым айналады деген сылтау тауып, өзін бақсыға да қаратты. Тағы, не істемеді Шолпан? Өртке ұшырап аласұрған жан не істейтін болса, Шолпан да соның бәрін істеді. Бірақ бірін-бірі жетелеп, жыл соңынан жыл озды. Баладан белгі болмады. Шолпан тілеуден талмады. Көзінде жас қалмады. Дүниеден безді. Пірадар болды. Әулиеге ат айтты. Қорасанға қой айтты. Жасаған-ау, бала бере көр, деді. Бірақ тілек іске аспай, аяғы жоқ жыр болды. Көл бөліп төгілген көздің жасы жерге сіңді. Тілек тозды, өмір озды, Шолпан бала көтермеді. Қанша жалынса да, қанша жыласа да жасаған оған бала бермеді. Кім біледі, Тәңірінің Шолпанға бала бермеуі өзінше дұрыс шығар, өзінше жөн шығар. Бастапқы жылдардағы Шолпанның бала бере көрме деген тілегін қабыл қылып, тозбайтын, қайта түзілмейтін тақтайына жазып қойған шығар. Шолпанның ендігі тілегі болары болып, бояу сіңген соңғы пайдасыз бос тілек шығар. Ірі саудагерлердің бір айтар, сауда жоқ дейтін мінезі, кім білет, Тәңірде де бар шығар. Тегінде Тәңірі де ауыздықсыз, арсыз саудагер, тізгінсіз менмен әкім мінездері де бар секілді. Мұндай мінезі болмаса, бұйрығымды бұздың деп атамыз адамды жұмақтан тырдай жалаңаш айдап шығармай еді. Топырағыма табынбадың деп әзәзілді ібліске айналдырар ме еді? Кім біледі? Тәңірі ежелгі осы белгілі белдігіне салды ма? Қалайда Шолпанға бала бермеді. Дұғалық нағыз ішірткі ішу, үшкірту, түкірту, қақтыру, соқтыру, намаз, ораза, садақа, нәзір, һәм басқа бас аяғы жоқ құлшылдықтан ақырында Шолпан шаршады. Бұл құлшылдықтардан ешбір пайда болмайтындығына көзі жетті. Тілегі қабыл болмады. Тәңірден тәуелі қайтты. Өмір шіркін ескен желдей озып барады. Өмір бір құрулы машина.